Қазіргі таңда сан түрлі жүрек аурулары белең алып келуде. Стенокардия дейміз, гипертония, инфаркт және инсульт секілді жүрекке қатысты ауруларды естіп жатамыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша жыл сайын кардиологиялық патологиядан 17,5 миллион адам қайтыс болады. Олардың 80%-ға жуығын дәрі-дәрмекке жүгінбей-ақ алдын алуға болады екен. Сіздің егер жүрегіңіз ауыратын болса, немесе анда-санда шаншитын да болса, тіпті еш ауырмайтын болса да, бұл видеоны соңына дейін қараңыз дер едім. Себебі бұл видеода мен адамның жүрегі жай жақсы көретін, ұнататын 8 түрлі өнім жайын айтатын боламын. Бұл өнімдер сіздің жүрегіңіз ауырсын ауырмасын, болашақта жүрегіңізді әрдайым жақсы қалыпта сақтауға өз үлестерін қосатын болады. Және жүрегіңіз сізге рахмет айтатын болады. Достар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осы секілді көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Жүрекке пайдалы алғашқы өнім ол алма. Бұл таңғажайып жемісті табиғи статин деп бекер айтпайды. Яғни қандағы холестерин деңгейін төмендететін препарат деп айтуға болады. Алма флавоноидтарға өте бай. Флавоноид деп отырғанымыз әртүрлі өсімдіктерде кездесетін зат. Ол жүректе болатын түрлі ишемиялық аурулардың және басқа да жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алады. Қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Британдық ғалымдар түрлі медициналық препараттарға қарағанда алманы күн сайын тұтыну жүрек-қан тамырлары ауруының пайда болу қаупін едәуір төмендетеді деген ұйғарым жасап отыр. Әрине, түрлі зерттеулер нәтижесіне сүйене отырып осындай ұйғарымға тоқтап отыр. Сол себепті жүректің жұмысын жақсарсын десеңіз, күнделікті бір дана алма жеп отырыңыз. Жаңғақтар, барлық дерлік кардиологтардың ұсынатыны жануар майларын өсімдік майларына ауыстыру, яғни өсімдік майы құрамында көп кездесетін жаңғақ секілді өнімдерді көбірек тұтынуға кеңес береді. Соның ішінде грек жаңғағы жүрекке ең пайдалысы, себебі бұл жаңғақта омега-3 мен омега-6 витаминдерінің қатынастары 4:1. Бұл адам ағзасына және де жүрегіне өте қолайлы болып келеді. Басқа жаңғақтарда бұлай емес. Грек жаңғағын үнемі жеп жүретін болсаңыз, сізде шынымен де жүрек ауруларының ықтималдылығы едәуір азаятын болады. Соған қоса есте сақтау қабілетін жақсартады, ішек микрофлорасын реттейді және ағзаңызды ақуызбен қамтамасыз етеді. Жидектер, мәселен жүзім немесе мүкжидек деп отырғанымыз орысша айтқанда клюква. Бұл жидек ағзамыздағы токсиндерді шығаруға көмектеседі, қандағы холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі және инфаркт пен инсульт ауруларының дамуына жол бермейді. Ал жүзімге келетін болсақ, бұл жидек жүрекке өте пайдалы. Жидектердің бірі деп жеке айтып өтсем артық етпейтін шығармын. Жүзім қан тамырларымызды тромбтың пайда болуына жол бермейді. Жалпы жүрек жұмысын қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар гемоглобин деңгейін көтереді. Бұл жерде ескере кететін жайт, ағзаңызға гемоглобин жоғары болса, онда жүзімді байқап сақтықпен жегеніңіз абзал. Жапырақты көкөністер. Мұндай өнімдерге салат жапырақтары, шавель және тағы басқа өнімдер жатады. Жалпы жапырақ көкөністерінің адам ағзасына пайдасының көптігі соншалық, оларды үнемі тұтынуға кеңес беріледі. Себебі олардың құрамында магний бар. Магнийді жүрекке арналған минерал десек те болады. Адамдардың көпшілігінде магний дәрумені жеткіліксіз болып келеді. Тіпті ағзамызда қандай дәрумендер жетіспейтінін анализ тапсырып тексермейміз де. Сондай-ақ ағзамызға егер де магний жеткілікті болса, сізде төзімділік деңгейі жоғары болады. Мұны көбіне спорт жаттығуымен айналысатын адамдар магний дәруменін тұтынғанда күшінің көбейгенін байқап жатады. Оған қоса магний қанымызды оттегімен байытуға ықпал етеді, жүрек соғысын реттейді және тромбоздың алдын алады. Грейпфрут
Бұл жеміс глюкозидке өте бай. Оның ас қорытуымызға өте жақсы және жүрек жұмысына да өте жақсы әсер береді. Грейпфрут антиоксидлероз ауруының алдын алады. Бұл жемісте В витамині бар. В витамині біздің жүрек қан тамырларымызды нығайтады. Грейпфрут холестерин деңгейін түсіруге көмектеседі және қан қысымын да түсіруге көмектеседі. Егер мүмкіндік болып жатса, анда-санда болса да сатып алып жеп тұрыңыз, өкінбейсіз дегім келеді. Балық. Балықты аптасына кем дегенде 2 порция жеп тұруға кеңес беріледі. Әсіресе ақсерке, арқан балық, тунец деп аталатын түрлерінен. Дәл осы сорттарында жаман холестериндердің пайда болуына жол бермейтін омега-3 және омега-6 майқышқылдары көп. Өнімнің құрамында онкология мен жүрек ауруын тудыратын бас радикалдың белсенді жұмысына кедергі келтіретін антиоксиданттар бар. Яғни балықты жиі жеу арқылы біз өзімізді түрлі аурулардан сақтай аламыз. Брокколи. Оның құрамындағы сульфорафан қатерлі ісік жасушаларының көбеюін тоқтатады, қандағы холестерин мөлшерін азайтады. Бұл жүрекке қатыстыларды, одан бөлек иммундық жүйемізді жақсартып, қан аздықтың және бауыр ауруларының алдын алады. Тіпті теріге оң әсер беріп, жасартатын үлесі де бар. Тістің, сүйектің бұзылуына жол бермей, қазіргі таңда жиі кездесетін остеопороздың алдын алады. Асқазан ішек жолдарына жағымды әсерімен ас қорытуды жақсартады. Жалпы бір сөзбен айтқанда, ағзамызға таптырмайтын ем болатын көкөніс деуге болады. Анда-санда болсын тағамдар тізіміне қосып жеп тұрыңыз. Авокадо. Бұл өнімді табу да қиын болуы мүмкін. Бағасы да арзан емес. Дегенмен авокадоның пайдасы жайлы айта кетуді жөн көрдім. Пайдалы болғаннан кейін де шығар, қымбат әрі таптырмайтын жеміс болғаны. Оның құрамында С, Е, К және В6 дәрумендері, сонымен қатар магний, калий, бета-каротин, омега-3 майлы қышқылдары тағы басқа дәрумендер бар. Аталған дәрумендер жүректің қалыпты жұмыс істеуіне өз үлестерін қоса отырып, түрлі онкологиялық аурулардың алдын алып, депрессияға шалдығудан сақтайды. Көздің көру қабілетін арттырып, остеохондроздың алдын алады. Бұл жасыл жеміс жасушамызды қартаюдан сақтайтын белсенді антиоксидант. Ағзамыздағы зат алмасу процесін реттейді. Ескерте кететін жайт, авокадоны күніне 150 граммнан артық қолдануға болмайды. Мінекей достар, ағзамыздағы жүректің ең жақсы көретін 8 өнімімен таныс болдық. Видеода айтылған пайдалы ақпараттарды ескере отырып, өміріңізге пайдаланасыз деген үміттемін. Ал енді арнамызда бұдан да басқа адам өміріне пайдалы видеоларымызды кіріп көрсеңіздер болады. Дендеріңіз сау болсын.